Қарамастан сіз ұлыңыздың Түркияда yaşауына нешік қарайсыз? Бұл сұрауға жауап беріңіз. Енді ұлымыз Түркияда ұзақ жылдар 93 жылдардан бері шында yaşıyor ол. Өз жолын таба алды. Bir bilmegen жерге шығып кетіп, түрік тілін үйреніп, түрік законларын үйреніп. Қазір бізде енді шындай түрік халқы үстінен, түріктер үстінен деп айтқанда, хакимге айтсам дұрыс болмас, шуларны дұрыс жолға бастыруда правосудие дейді, міне шуларға суд шығара десем дұрыс болмас, нәрсе дұрыс алмағыз дейді ме? Ол құқық білімдері бойынша оларға қазір бізде шында юрист адвокат болып ішлеу, оның Түркияда шулай тұрып, бик көп достар табуына, түрік достарын табуына, һәм инде біздің келініміз де Түркиядан табылды, онда да біздің екі ұлымыз бар. Дұрыс, олар Сібір татарларымыз, олар білен татарша араласамыз. Һәм инде, міне біздің келініміз анда. Бізді қадар қарқуда көтерді. Инде Фәнистің Түркияға кетуіне себепші, міне Наил Газиевич отырамында, бұл зафрана болып ішлегенде, бізді шақырып алып, міне районымызға бір квота берілген еді, Түркияға оқырға жіберілген еді. Шунан мен үйге қайтып, пайдабыз білән, Фәнистің өзі білән сөйлескеннен соң, Фәнист тәтелі енді бір шетелге барып, шетелдер тұрып қайтып олар ұшатмаса қайтып жеттарым деген еді. Ұшатта қыры, шында қалды міне. Һәм енді бүгінгі күнде юридик фәннәр кандидаты есіміне лайық болу, бұл әлбәттә тиялі үшін зор шатлық, зор вақиға болды. Біз енді мен 3 тапқыр Түркияда болдым, Мәриям білән де барғанымыз бар. Ұлыбыз Қайратта Түркияда болды, хатта бізді сабан түйіттерге шақырғандар еді оның білән. Бұл сабан түйіні үйіштірді да, Фәнистің рөлі бек зор болды. Міне, енді вақиғалар турында шыннан да Түркия білән Россия арасындағы мөнәсәбәтләр біраз бұзылғанда, біз әнесі білән шыннан да бұршылдық. Бик ешқана телефондардан сөйлештік. Һәм Фәнист анда да бізді тынышландыра тұрған сөздер тапты. Әтей, андай вақиғалар мен яши тұрған Анталия шәһәрінен олар шақты ирақ. Шуңа күрә сіз бұршылмағыз. Бүтінісінде дұрыс телефондан ғана сөйлешіп бітіріп болмай, сізге айтмеші генә бір қайтырмына, шында сөйлерімді яғи мына бүгін сөйлерім.